2022 жылғы 1 тамызда БЖЗК зейнетақы активтерінің көлемі шамамен 13,7 триллион теңгеге жетті. Оның ішінде Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің сенімгерлік басқаруында 13 триллион 656 миллиард теңге болса, 9 миллиардтан астамы басқарушы компанияларға тиесілі. Инвестициялық портфельдің құрылымы бекітілген инвестициялық декларацияларға сәйкес әртараптандыру қағидаттарына негізделген. Ұлттық банктың басқаруындағы портфельде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары елеулі үлес алады. Олардың өтеуге орташа алынған кірістілігі жылына теңгемен 11,4%-ды, ақш долларымен 3,4%-ды құрайды. Сондай-ақ қаржы құралдары Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұйымдарының, қазақстандық екінші деңгейлі банктерінің, халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялары мен шетел елдерінің мемлекеттік бағалы қағаздарына орналастырылған. Бұдан бөлек, инвестициялық портфель құрылымында Қазақстан Республикасы эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары және басқа да құралдар бар. Құралдардың шамамен 69% теңгемен, 31% шетел валютасымен, негізінен алғанда ақш долларымен номиналданған. Геосаяси ахуалдың шиеленісі, жаһандық қаржы нарықтарындағы құбылмалылықтың күшеюі, инфляцияның жеделдеуі, сондай-ақ дамыған және дамушы елдердің облигациялары бойынша кірістіліктің өсуі инвестициялық табысқа әсер етеді. Салдарынан БЖЗК салымшылары мен алушылары үшін соңғы 12 айда 2021 жылғы тамыздан 2022 жылғы шілдеге дейін зейнетақы активтерінің кірістілігі 8,24%-ды құрады. Зейнетақы активтерін бір қорға шоғырландыру аяқталған сәттен бастап 2022 жылғы шілдеге дейінгі кезеңде жинақталған кірістілік 110,19%-ға жетті. 2014 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі 8 жыл ішінде БЖЗК зейнетақы активтерінің кірістігі жылына 9,68%-ды құрайды. Ұлттық банктың және 4 инвестициялық портфельді басқарушылардың портфельдерінің құрылымы туралы толық ақпарат NPF-KZ сайтындағы көрсеткіштер инвестициялық қызмет бөлімінде берілген.